Так. Бізде ештеңе өспеген ба әлі? Ё-моё. Так, ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Нойл. Бүгін біздерде Skyblock'тың 3-ші бөлімі. Короче, достар, видео басылмастан алдын видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазыла кетіңіздер. Ал енді видеоны бастай берейік. Так, біздер алдыңғы бөлімде осы жерге саженестерді толтырып егіп, не болды? Саженестерді толтырып егіп, мынақа кактусты ауыстырдым мен өзім. И бізде мына жақта 4 ағаш бар, туп, және мен оны сындырып алдым. Кірсем өсіп тұр екен. Так, біздер бұны, короче, бүйтіп мынаған ауыстырып алайық. 16. Мынаған қоссақ 43. Нормально. О, бізде тағы да ағашымыз өсті. Достар, мен если ақшаны андай затқа жинап жатырмын. Ведро валиға ақша жинап жатырмын. Сол үшін біздер ақшаны экономить етіп жатырмын. А то біздерде дейтін, ё-моё, а то біздерде су жетіспейді. Біздер қазір бір құршы ей. Бізде қазір бір су болса, бесконечный воды жасаймыз, өйткені бізде ол безлимит кайф таусылмайды. Так, мысалы естейік салайық. Сол себепті, достар, біздер ақша жинау керек долларды. Бізде алдыңғы бөлімнен неге, короче, алдыңғы бөлімде аған, міне 3 неміз бар, доллар, изумруд. И соны, короче, жинап жатырмын. Маған 30 керек екен, оказывается. Ё-моё, бір ағаш жетпей тұр ғой. Бір ағаш жетсе 3 доллар қайтадан алуға болатын еді. Достар, если бұл қандай Skyblock десеңіздер, бірінші, екінші бөлімді не көріп кетіңіздер. И сол кезде түсінесіздер, короче. Но бізде не сатады өзі? Так, не сатасың, ей? Тыква бар. Бізде бұл да бар. Негізі бұдан алатындай маған ештеңе керек емес сияқты. Өйткені бізде магазинде бәрі сатылады. Сол себепті ештеңе алмай-ақ қояйық ол детельден. Так, вот бізде тағы да ағаш өсті. Нормально. Достар, біздерде, короче, арнаға тіркеле кетіңіздер. Бізде арнада 98% адам 5 подписки көре деген видеоларды. Сол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып көре беріңіздер, достар. Тегін лайкты неге баспайсыздар, соны түсінмеймін. Короче, сол лайкты басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. И, короче, келесі бөлімдерді смело көре беріңіздер. Так, біздерінен апарып 3 долларға сатайық. Ё-моё. Так. Не знаю, дөрді өте. Шүлік қыппа. Ё. Так, міне осыған сатамыз. Бізде осы еді ғой. 300 изумруд. Ё-моё, достар, біз байып жатырық жайлап. Байқап жатсыздар ма? Бізге шелек алу керек, су алу керек бірінші. Біздер мынаны сындырып алайық, саженестерді. Достар, айтпақта мен инвентарь сақталатынын қосып қойғам. Өйткені қазір біздер құлап кетсек, бүкіл ақшамыз, бүкіл нәрсеміз күйіп кетеді. Сол себепті сәл оңайлау болсын іштедім. Так, мынаның бәрін бүйтіп сындырып алайық. Бізде саженес что-то аз беріліп жатыр, я? Так, осылайынан істепсек. Болды, басқа саженес жоқ. Аларды өскен күтеміз. И бізде общий ақша, неке бізде уже 6 долларымыз бар, короче. 6 доллар, ей. Если біз бұны бітсек, кім шықпайды, я? Мынау не? Мынау типа не ғой, да? Алтын ғой. Примерно тағы да ағашымыз өсті. Кайф, үсті, енді тез өседі ғой. Бізге енді не керек? Тапор. Бізге сол тапор жасау үшін, короче, камень керек. Камень жасау үшін су мен лава керек. Короче, суды алу үшін бізге ақша керек. И сол себепті ақша табу үшін осыларды сындырып сатамыз. Короче, айтқанда бизнес. Осы ағаштардың бәрін сату керек.
О, тағы да бір ағаш өсті. Кайф. Тез өсе берсе екен, өйстіп. Маған андай ағаш керек емес, бірақ жаңағыдай бұл өсіп кетеді ғой, слишком шашырап. Енді ондай ағаш өспей ақ қойса екен, өйстіп кішкентайдан өсе берсе әдемі ғой. Так, біздер азанғы жіберейік, мобтар тіріліп мазаңға шығады ода. Так, тез азанға жібере салайын мен. Все. Ё-моё, бізде уже 6 ақша бар. Достар, каналға тіркеле кетіңіздер. Просто не екен да ше, андай да, көреді кетіп қалады, тегін лайкты баспай кетеді одаш. О, тағы да ағаш. Міне осы ағаш қой маған ұнамайтын ше. Быт-шыт болып өседі. Бірақ бұны сындырудың қажеті жоқ. Анау да дәл сөйтіп өсті ғой, ё-моё. Короче, мен оларды сындыра берейін, давай сындыра берейін. Мыналарды сындыру азап болды. Ё-моё, достар, мына үстін сындырдым. Ё, прям андай ғой. Жалықтыра жібереді адам ше, сындыра беріп. Андай түп-түзу болып өсетіндер біз орда. Шашырап кетеді анау өссе. Жан жаққа өсіп кетеді же. Ну, осылай өссе енді әдемі. Ё, егін сындырып жібермей байқамай. Бір пшеница. О, бізде неміз өсіп жатыр. Абалайық. Так, бізде саженец жетеді, короче. Мынаны бүйтіп екіп тастайық бәрін. Мына жаққа, так, тағы мына жаққа, мына жаққа. Мына жаққа. Тағы да екеу бар, мына жаққа. Вот, все. Бізде 44 ағаш бар. Мінекей полный алып тастадым. Так, бізде 44 ағаш қанша шығады екен? 64 біреу, екеу, және де мынаяқтағымен так, үшеу. Все. Бізде 9 тиын қазір болса, 15 тиын болады екен. Пайде жақсы. Пайде әдемі ғой, жақсы емес, даже әдемі. Кіреміз. Так, бауырым саған. Короче. Біреу, екеу, үш. Тоқта достар. Біздер, если туп сатсақ 16 туп, көбейтсек 40, негізі нан сатқан жақсы сияқты, я? Өйткені бізде 16 тубымыз, так, 40, 6, 4, так, 15, 18, 48. 48-ге мынаны сатқанша, үстінен чуть-чуть қосып сата салған жақсы сияқты мен ойымша. Так, мынаны яқып етейік. Енді ағаштардың өскен күтеміз. Ма дәл алдынан өсті, өскен күтеміз деген кезде. Күтпей ақ қойшы деді ғой примерно. Канал сындырып боламыз дегенше тағы біреу өссе, дерске болады еді. Короче, достар, видеоға лайктарыңызды басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Маған поддержка сіздерден тек сол. И лайк басып, арнаға тіркелсеңіздер, короче, видео жиі шығатын болады. Сол себепті арнаға тіркеле кетіңіздер. Так, біздерде 19 не бар? Туп. Бізге 19-дан да көбі керек. Бізде сиыр сондайлар тіріліп отыр мынаяқтан. Мынаны бүйтіп екіп қоямыз мынаяқта. Жоқ, бұны екпей қойық, бұны лучше мынаяққа сатсақ. Либо мынаяққа сату керек еді, я? Жоқ, сала берейік, нормально. Все, тағы да күтейік енді өскенін. Негізі мыналарды алып тұру керек, сол кезде тез өседі бізде. Өйткені олар кедергі жасауы мүмкін ше. Олардың бәрін бүйтіп сындырып алып тастайық, короче. Біз енді саженецтерді мынаған сала берейік, короче. Негізі ана жаққа апарып сатуға болады бұл саженецтерді ше. Просто маған бұны салып еге салған жақсы. Так, енді өсу керек қазір. Бізде, короче, қараңдар. 2 яблок бар, еще мынандай бір бамбук бар. И біздер осыны егу керек. Ол үшін бізге су керек. Мен алдыңғы бөлімде, бірінші бөлімде маған 2 лед берген, оны сындырсаң су болады. А мен соның біреуінен айырылып қалдым, короче, жерге қарай құлап кетті ма бірдеңе болды ғой. Если бірінші бөлімде көргендер болса, білет.
Бірінші бөлімді және екінші бөлімді көрмегендер болса, арнаға кіріп көріп кетіңіздер. Бірінші бөлім, короче, Skyblock қайта оралды деп тұрады. Екінші бөлім Skyblock 2 деп тұрады. Бұл Skyblock 3. Сол сияқты ғой. Сол себепті кіріп көріп кетіңіздер. Сол кезде түсініктіру болады. Мынаны сындырып алайық. О да өсіпті бізде. Екі не берді бізге? Семеня. Походу біздерге бұларды жинай беру керек ше. Өйткені бізге мынаяқтан не сатып алу керек та, ше, құм. Земля сатып алу керек та. Короче, қанша тұрады? Бля, осылар тек көремін. Ё-майо, мынаның бәрін енді сындыруды айтайын. Бірақ бұл өте көп береді де ше бізге нені. Осындай блоктар. Короче, достар, мен мынаны сындырып алайын, айтсам. Сіздерге дейін бұл түн болады ғой, мен бұны сындырып кетемін, да. Сол себепті кетті ал, короче, түн болды, біз мынаны сындырып боламыз дегенше. Бізде мынаяқта тағы да бір ағаш өсті. Кайф. Негізі бүйтіп өскен жақсы. Бірақ жәндік ана ұқсап дәу болып өсіп кететіні енді ұнамайды да. Оны сындырам неше, короче, нервың шығады. Болмағыр ғой, ана төбесіне мінесің. О, биік жағындағысын сындырасың, қайтып түсесің. Короче, проблема ғой. Бізде түн болып кетіпті, сол себепті сіздерге ыңғайлы болу үшін азанға жіберейін. Все. Так, бізде мынаның бәрін доскаға айналдырып алайық. Тілім ұратылып отыр. Так, біздерде тағы да бір 6 теңге болса, қазір 6 теңге, бізден 15 бар, 21 болады. И бізге су, короче, бізде 30 ба? Жоқ, 20. Деген болтканы өткізсек жетеді екен бізде. Так, ана жерге лақтырып кетті мына блок. Алдым. Ойбай, кешір. Мыналарды өлтіріп қоймау керек маған. Өлтіріп қойсам, короче, олар қайтып не істелмейді ғой, тірілмейді ғой. Ё-моё, носы қағып кетті оның. Так, все. И достар, қараңыздар. Біздерде мынаның бәрін алып аламыз. Так, біреуін тастап кетейін енді. Так, достар, қараңдар. Бізде бұл өте керемет сәттердің бірі. Өйткені біздер ведро воды алдық. Ха-ха-ха-ха. Так, енді осыны келесі бөлімде бесконечный булыжник жасаймыз, ал енді видео аяқталды. Қош сау болыңыздар. Видеоны болса лайктарыңызды басып, арнаға жазыла кетіңіздер. Мен аны жасап қойын, ал енді давайте, короче.